Бірде орманда аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Ол бір қазан суды қайнаттырып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық берем деп шарт қойыпты. Көп сый-сияпаттан дәмеленіп, бақтарын сынап көргісі келген аңдар бірінен соң бірі келеді. Қанша өжетленсе де, олардың қай-қайсысының қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келеді. Ол қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады. Суды ыстықта ішуді жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Қоян ұзыннан ұзақ қаз қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп: "Мінекей достарым, ыстық су, көздеріңмен көріңдер, сенбестік танытып жүрмеңдер" деп бас-басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шығып, бәріне бірдей көрсетем дегенше қазандағы суда суып қалады. Ал қулығын асырған тапқыр қоян суып қалған суды сіміріп салады. Аңдардың барлығы таң қалады. Алданған аң патшасы арыстан қоянға көп сыйлықтар беріпті. "Міне нағыз ер" деп мақтады.